Баршаға сәлем достар, сіздермен Сұлтан Фильмс. Достар, менің арнамда 90% адам жазылмай қарайды екен. Үлкен өтініш, арнаға жазылып кетейік. Ал ендеше шолуды бастайын. Wednesday Адамс мектеп дәлізінде жүріп келе жатыр. Айналасының барлығы түрлі түсті болса да, оның үстіне кигені ақ-қара түс. Wednesday басқа оқушылардың оны мазақ қылғанын артына да қыстырмайды. Тек бір нүктеге, яғни өзінің шкафына қарап келеді. Ішін ашқанда өзінің інісін көреді. Інісін байлап аузына алма тығып кеткен екен. Бауырын босатып жатқанда, оның көз алдына оны кімдер байлап кеткені елестейді. Осылай ол кінәлілерді анықтайды. Ол жауапты жігіттер түсіп жатқан бассейнге келіп, жыртқыш пирамида жібереді. Еш эмоциясыз судағы жанталаста бақылап тұрған қыз, бұзақы жігіттің біріне балық шабуылдағанда бір жымиып алады. Қыздың ата-анасы көлікпен келе жатыр. Қыз жасаған қылығынан соң мектептен қуылып, ақырында Невермор атты академияға жіберіледі. Ата-анасы академия директорымен кездесті. Анасы кезінде директор ханыммен бірге тұрған екен. Сондықтан оны маусымның ортасы болғанына қарамастан академияға қабылдайды. Айта кетсек, соңғы 5 жыл көлемінде Wednesday 8 мектеп ауыстырған болатын. Кейін қыз өзінің бөлмесіне барады. Онда бірге тұратын көршісі Инит атты аққұба келген қызбен танысады. Ақжарқын қыз Wednesdayге академияны таныстыруға шығады. Оған 4 бөлікті толықтай атап өткен соң академияның мүшелерімен таныстырады. Инит құрбасына әңгіме ретінде мектеп ішіндегі жұптармен айырылысып кеткен махаббаттарды айтып береді. Кейіннен Wednesday өзі жайлы ақпарат естиді. Она ест человечину. Типа она убила парня и сожрала. Так что берегись. Wednesday'дің анасы Мартиша қызына қоштасу сыйлығы ретінде алқасы мен сиқырлы шамды қалдырады. Кетіп бара жатып әкесі қызын бақылап жүру үшін бір жануарын қалдырады. Жануар дегенде қолғы просто. Бұл уақытта мектеп жанындағы орман ішінде адам өлімі тіркелді. Сол себептен де бұл іске жергілікті полиция араласты. Ал бір бөлмеге орналасқан Wednesday мен Инит ұрыса бастайды. Инитке түрлі түстер ұнаса, Wednesday оның тікелей қарама-қайшылығы. Кейіннен қыз өзінің блогын айтып, артынан билей бастайды. Wednesday оның оғашқылығына қарап музыканы өшіруін айтады. Жауап ретінде Инит оған өзінің жез тырнақтарын кезейді. Екеуінің бұл текетіресін соңғы сәтте келіп қалған академияның мұғалімі Мерлин тоқтатады. Эннет наверняка показала тебе школу. Задушила гостеприимством. Я отвечу ей тем же. Когда уснет? Келесі күннен Wednesday өзіне дұшпандар тауып алады. Бұл Бианкаға қатысты еді. Кейіннен мектеп ауласында жүріп, өзі сәл болмағанда төбеден құлаған мүсіннен өліп қала жаздайды. Бірақтан оны Ксавьер құтқарып алады. Не болса да бұл мүсіннің құлауы әдейі Wednesdayге жасалған қастандық еді. Ауруханада жарасын таңып болған соң, ол Роуэн атты жігітпен сөйлеседі. Белгілі болғандай ол телекинетикалық қабілеттерге ие. Ал Ксавьер Wednesdayге өзінің кішкентай кезінде тірідей табытқа салынып көміле жаздаған айтып береді. Кейін бөлмесіне келген соң, өзінің төсегінде қозғалып жүрген бірдеңені байқады. Ол бұл отбасының қызметшісі десек те болады. Әке-шешесі аңду үшін жібергенін білген қыз қолға өзіне қызмет жасау үшін ант бергізеді. Келесі кадрда Wednesdayді терапиялық емханаға апарады. Қызды қашады деп ойлап, оны директордың өзі апарды. Потом можем выпить вместе горячего шоколада. Директриса Уимс, не опускайтесь до попыток подружиться. Терапия уақытында қыз бұл жерден құбырдан сырғанау арқылы қашып шығады. Көшеде кетіп бара жатқанда қорап ұстаған бір ер адамға соқтығысады. Сол арада Wednesdayдің көзіне оның көлік апатынан өлетіндігі көрінеді. Кейін кафеде сатушы жігіт Тайлордың қашу жоспарына көмек беруін сұрайды. Жігіт болса келісті, бірақтан ол жұмыс уақытысы біткен кезде ғана босайтын. Кафеде отырғанда мұнда келіп шу шығарған жігіттерге Wednesday жалғыз қарсы шығады. Өзінің кезінде ағасынан үйренген жауынгерлік шеберлік қасиеттерімен оларды ұтады. Осы кезде мұнда Тайлордың әкесі келеді. Ол полиция қызметкері. Адамстар отбасын білген соң, қызға баламнан аулақ жүр дегендей әңгіме айтады. Бұл уақытта мектеп директоры да кафеге келіп Wednesdayді алып кетеді. Жолы жаңағы ер адамның жол апатындағы өлім сәтін Wednesday шынайы өмірде көреді. Сол арада анасының берген алқасын ұстайды. Ал директор болса Wednesdayге достар қажет болатындығын айтады. Кешкісін академияға жеткенде Wednesday бөлмесінің балконына шығып алып, аспапта ойнай бастайды. Ал мектептің қорқынышты кітапханасында Роуэн кітапты іздеуде. Өзінің телекинетикалық қабілетін пайдаланып кітапты тапты. Кейін онда қалпақ киген адам Wednesdayге шабуылдап жатқан суреті бар парағын жыртып алады. Ал Ксавьер Wednesdayдің ойнап жатқан музыкасын естуге оның бөлмесінің жанына қарай келеді. Мерлин мұғалім де өзінің жыртқыш өсімдіктерін тамақтандыру үстінде еді. Кейін балконда музыка ойнап отырған Wednesdayдің әнін естіп, ол да бір босаңсып алады. Инит музыкада ойнап отырған Wednesdayге келеді. Нота дәптер үстінде қозғалып жүрген қолды көріп, не қорқарын, не таңғаларын білмейді.
Кейін құрбасына өзі жайлы, өзінің тырнақтары жайлы ешкім білмейтін сырларын айтып жылай бастады. Одан соң Уэнсдейден соңғы рет қашан жылағандығын сұрайды. Ал Уэнсдей өзінің 6 жастағы оқиғасын айтты. Үй жануары ретінде Шаянды асырап, онымен қыдырып жүргенде бір топ бала оны ұстап, Шаянды великпен мыжып өлтіреді. Сол күні Уэнсдей барлық көз жасын төкті, және осыдан соң енді жыламаймын деп өз-өзіне уәде берген екен. Инет оның бұл оқиғасын ешкімге айтпауға уәде береді. Ал Уэнсдей әлі де болсын қашу жоспарын ойлап жүр. Сондықтан Инетпен компьютерді қалай қолдану керектігін сұрайды. Кейін ол жәрмеңке болатын күні қашып кетуді жоспарлайды. Сондықтан көмір ретінде Тайлерге қолды жұмсайды. Тайлерден өзін жеткізіп тастауды сұрап, Инеттің нөмірін алақанға жазып жібереді. Типа, твоя зверушка? Жәрмеңке күні Тайлер Уэнсдейге әкесіне байланысты қылмыстық деректерді береді. Екеуі ашық сөйлесе алмады. Себебі оны аңдып бақылап тұрған директор ханым бар болатын. Кейін мұнда бұзақа жігіттер келіп, қаша жөнеледі. Қашу барысында ол Роуэнге соқтығысып қалады. Сол сәтте оның өлімін көреді. Роуэннің артынан қуып жетіп, оған есертпек болғанда, жігіт Уэнсдейге шабуылдайды. Кажется, ты перепутала. Это ты в опасности. Жігіт өткен жолы мүсінді құлатқан өз екендігін және өзін мектеп қорғаушысы деп атайды. Ол Уэнсдейдің кітаптағы қыз екенін көрсетіп, бір күні мектепке қауіп төндіретіндігін айтады. Сондықтан ол Уэнсдейді өлтіруі керек, бірақтан өзінің ажалы одан бұрын келді. Орман ішіндегі беймәлім құбыжық келіп, оны өлтіріп тастайды. Уэнсдей болса жаңағы суретті қалтасына салып алады. Кешкісін Шардың көмегімен ата-анасымен байланысқа шықты. Күнің қалай өтті деп сұрағанда, оның ойына 2 рет өлім аузынан қалғаны, әкесінің адам өлтіруші екенін білгені, немесе мектепті жоятын адамға айналатындығын түседі. Осындай қызыққа толғандықтан, оларға мектептің ұнағандығын жеткізеді. Осымен бірінші серияның соңы. Екінші бөлім қызықты басталады. Себебі полиция қызметкері орман ішін аралағанымен Роуэннің денесінде дәлел болатын айғақтарды таппайды. Директор ханым болса, жігіт жай ғана қашып кетті. Сондықтан телефонын алмай жатыр дейді. Мертвые редко любят болтать по телефону. Осыдан соң Уэнсдей шерифпен жеке сөйлесуге қалады. Ол орманда шынымен монстрдың болғанын және Роуэн көз алдында өлгенін айтады. Ең қызығы осы сәтте дым болмағандай Роуэн келеді. Келесі кадрда Уэнсдей дәрігер алдында болды. Бұл жерден шыққан соң алдынан Тайлер шығып, соттың шешімімен ол да терапиялық емханаға қаралатын жеткізеді. Уэнсдей кешегі жағдай жайлы, тіпті сенің әкең де маған сенбейді дейді. Ну, к слову, я тебе верю. Академияға қайта келгенде Инет жарысқа дайындалып жатыр екен. Әңгіме барысында ол Роуэннің Ксавермен бірге тұратындығын айтады. Артынан өз ойларын парақ бетіне түсіре бастайды. Бір кезде жыртылған парақ бетіндегі белгіні көреді. Роуэнмен жолығу үшін оны іздеп келгенде, директор жігіттің оқудан шығып кеткенін жеткізеді. Қызға ойдан шығарып алдың. Ал сенің көру қабілетін жайлы білемін дейді. Бұл анаңда да болды. Және көру барысында көп қателесіп, есінен алжып кете жаздағанын айтады. Бұл жерден шығар кезінде бір топқа қосылуын керек деп тізімді алады. Одан соң қолға Роуэннің артынан қалма деп тапсырма береді. Уэнсдей жігіт жайлы ақпарат білу үшін Ксавердің қасына келді. Біраз әңгіме айтқан соң жігіт қызға садақ етуді үйретпек болады. Ай. Келесі кадрда Уэнсдей ара шаруашылығындағы топқа келіп Юджинмен танысады. Ең қызығы ол топтың жалғыз мүшесі екен. Жігіт барлығын түсіндіріп жатқанда, қол келіп Уэнсдейге Роуэннің кетіп бара жатқанын айтады. Роуэн еш тіл қатпастан машинаға отырды. Ал оны аңду үшін қолда бірге шығады. Қол сағызға бұратылып жатқанда жігіт көзден таса болды. Осы кезде біз Роуэннің кейпіндегі директор ханым екенін білеміз. Осыдан соң қол келіп, жігітті жоғалтып алғанын айтады. Левая рука бы не подвела. Не дуйся. Тайлер үйіне келген кезінде әкесі орманға қарай бара жатыр екен. Ол кісі белгісіз бір себептермен баласымен әйелі жайлы сөйлескісі келмейді. Осыдан соң кадр қайта мектепке ауысады. Уэнсдей Инеттен көмек сұрап орманға қарай бет алмақшы екен. Қыз Инеттен орнына бола тұруды сұрайды. Инет болса қолды ренжіткенін алдыға тартады. Ты не уважаешь его как человека. Технически он только рука. Осыдан соң егер қолдан кешірім сұрасаң, көмек беремін дейді. Уэнсдей қолдың қасына келіп, Роуэн айтқандай зұлым адам болғым келмейді. Сондықтан барлығын білуім керек деп кешірім сұрайды. Хоть слово об этом скажешь, и я тебя прикончу. Қыз кеш бата орман ішіне келді. Ол жерде оны Тайлер әкесінен жасырып қалады. Уэнсдей оған сол күні не жағдай болғанын түгел айтып берді. Осылай жүрген кездерінде қыз Роуэннің көзілдерін көреді. Оны ұстаған бетте көру қабілеті іске қосылады. Знаешь что? Фантастика, это я! Ты псих!
Қайта мектепке келген кезінде кітапты іздей бастайды. Кітаптағы символды Мерлинге көрсеткенде, бұл символ Белладонна деген құпия топқа тиесілі, бірақ ол бұрындары тарап кеткен дейді. Кейін ол Ксавердің бөлмесіне жасырын келіп, кітапты іздей бастады. Бір кезде бөлмеге Бьянка келеді. Ол жігітке Уэнсдейдің қай жеріне қызығып жүрсін деп жамандап бастады. Және алдағы жарыста оған ауыр тию үшін Эниттің құрамасын талқандаймын дейді. Бөлмесіне келген уақытында Эниттің жылап отырғанын байқаймыз. Оның айтуынша жарысқа қатысатын екінші қыздың аллергиясы шығып кетіпті. Бұл Бьянканың тірлігі екенін біліп, екінші пилот мен боламын дейді. Соңғы 2 жылдың ішінде Бьянка бұл судағы жарыста ешкімнен жеңілмеген көрінеді. Ертесі күні жарыс басталады. Екеуі жарысқа қатысатын костюмдерін киіп шығады. Ну вообще вот я мына кошка. Әні-міне дегенше жарыста басталды. Бьянка сол баяғы сөзбен тиісуін қояр емес. Ал Уэнсдей болса оны отырғызып тастайды. К слову, я не думаю, что я лучше других. Но я лучше тебя. Жарыс барысында Бьянка өзінің досын іске қосады. Ол жүзіп келіп, қарсылас бір қайықты батырады. Осы уақытта Уэнсдей жігітті байқап қойып, су астында торлап тастайды. Жарыс ары қарай жалғасуда. Екі топ құрлыққа келіп, суды алуға жүгіреді. Ал Энит болса қолға қарсылас топты алаңдат деп тапсырма береді. Что? Ты офигел? Уэнсдей туды алуға келген сәтінде қабырғаны ұстап, қайта көру қабілеті іске қосылады. Ол сол әлемде оянып, өзіне ұқсас қызды көрді. Ты ключ. Артынша оянған сәтінде Бьянка алдыға шыққан екен. Екі топ жарысып келе жатқанда, судағы жігіт қайта іске кіріседі. Осы уақытта қолы суға түсіп, жігіттің сазайын берді. Артынша жарыс жалғасып, Бьянканы суға батырып, жеңіске жетеді. Шаршаған қыз бір ескерткіштің қасына отырып, қолындағы кітаптан символды байқады. Осы уақытта оны Энит шақырып алады. Директор қызды жеке шақырып, анаңнан аумайды екенсің дейді. Мы с мамой абсолютно разные люди и виды. Кешкісін парақ бетіне ойларын түсіріп отырып, қайта символға қарайды. Түсте көрген ескерткіштің қасына барып, ондағы жұмбақты шешті. 2 рет жеткенінде есік ашылды. Ішке кіріп, ақырында дәл сол кітапты тауып алады. Но стоило мне на дюйм приблизиться к правде. К счастью, я не боюсь темноты. Алдыңғы серияда Уэнсдейді біреулер ұстап алған еді. Бірақ бұл жай ғана мектеп оқушылары екен. Кто посмел вторгнуться в наше святилище? Можешь снять маску, Бьянка. Бұл жерге қалай тап болдым дегенде, кітаптағы белгі арқылы іздеп келдім дейді. Олар Белладонна тобының мүшелері екен. Әрине бұл топ біз ойлағандай қаһарлы емес көрінеді. Ендігі қызбен не істейміз дегенде Ксавер топқа қабылдайық дейді. Я не заинтересована в вас. Ты отвергаешь Белладон? Офигеть, да? Осыдан соң қыз оларды арамтамақтарға теңеп кетіп қалады. Келесі кадрда Уэнсдей бөлмесіне келіп, не болып жатқанын ойлайды. Ол Роуэннің қалай тіріліп кеткенін, және қобжықтың не себепті орманда кезіп жүргенін түсінер емес. Одан бөлек ең бастысы, өзінің неге бұл кітапта пилигриммен бірге тұрғанын ойлайды. Ертесі күні оқушылар еріктілер қызметіне қабылданды. Бұл күні түскі уақытта жаңа ескерткіш ашылатын көрінеді. Артынан барлық оқушыларға қайда қызмет ететіндерін айтады. Осы кезде директор келіп, ескерткіштің ашылу салтанатында Уэнсдейге аспапта ойнауын ұсынады. Только обещайте потом меня повесить. Қалаға келген кездерінде қыз қайта Ксавермен сөйлесті. Ол жігітке кітапты көрсетіп, суреттегі кім екенін сұрайды. Суретте қыздың қасындағы Крэкстоун екен. Ол жайлы білу үшін пилигримдер әлеміне бару керек болды. Сондықтан Эниттен қызмет ауыстыруды сұрайды. Әрине қыз басында келіспеді. Бірақ оның ғашық болып жүрген жігіті сонда екен білгенде қуаныштан бас айналып кетеді. Уэнсдей пилигримдер әлеміне келіп, Крэкстоун жайлы ақпарат іздей бастады. Бірақ ол жайлы мәліметтер жиналған жерде жауып тастаған екен. Бұл уақытта Энит жігітпен бірге жануарлар коллекциясы жиналған жерде жұмыс жасауда. Семья Хорьков на пикнике. Милота. Юджин тәттілерге тойып отырғанда оның қасына бұзақылар келеді. Іші толған жігіт байқаусызда тәттілерді шығарып тастайды. Енді оны жазалайын деп жатқанда Уэнсдей келіп оны құтқарды. Ең қызығы Уэнсдей бұл балаға қатты бауыр басып қалған. Себебі ол оның інісін еске салады екен. Ты напоминаешь мне брата. Только тебя меньше хочется придушить. Осылай екеуі бірге Крэкстоун жайлы мәлімет іздемек болды. Ішке кіріп бір суретке қараса, қабілетімен көрген қыздың бейнесі тұр екен. Вещь — это девочка из видения. И она держит ту же книгу. Черную книгу, которую держала у склепа. Осы жерде сақталған кітапты ашса, ішінде ештеңе жоқ. Осы уақытта ішке бақылаушы кіріп қалады. Ол кітаптың бірнеше ай бұрын жоғалып кеткенін айтты. Уэнсдей суреттегі жердің қайда орналасқанын сұрайды. Бірақ та ол кісі ештеңе білмейді екен. Бұл уақытта бір үйсіз бомж деген қалай кетті? Как будто үй бар сияқты бомждардың. Ладно, кеттік. Бір бомж Энитке білдірмей фотоаппаратты ұрлап кетеді. Ал Энит жігіттің қасына келіп оған қырындайды. Бірақ әрине, ақымақ жігіт оны түсінер емес. Аякс! Я все утро намекала и строила тебе глазки, причесывая дохлых крыс, чтобы ты позвал меня на свидание. Осыдан соң жігіт қызды кездесуге шақырады. Есть!
наконец-то пригласил. Ксавердің жұмысы дәмханада еді. Осы уақытта бұл жерге Уэнсдей келді. Тайлерге келгенін білген кезде ол жігітке жоламауын өтінеді, бірақ оны тыңдағалы тұрған қыз да жоқ. Уэнсдей Тайлерден суреттегі жерді сұрады. Орманда екенін біліп, қыз сонда аттанды. Бұл жер жаңағы бомждың мекеніне айналған екен. Қызды қуып шыққысы келгенде қолаған жөнін көрсетеді. Ендігі бұл жерден кеткелі жатқанында тағы да көру қабілеті қосылады. Осылай ол бұрынғы заманға тап болды. Бұл жерде өзіне ұқсайтын қызды сайтанға теңеп жатыр екен. Ол қыздың аты Гуди Адамс, яғни Уэнсдейдің ата-бабасы. Сол заманда Крэкстоун қызды айыптап, тірідей өртемекші екен. Осы уақытта Крэкстоунның зұлым адам екенін білеміз, және ол Гуди Адамсты жалған айыппен өлтіргелі жатыр. Олардың топтарын бір жерге жинап, оларды өртеп жібереді. Екеуі тайни ход арқылы сытылып кетеді. Бірақ Крэкстоун келіп, енді оларды өлтіргелі жатқанда қыз қайта есін жияды. Гуди Адамстың 4 жыл бұрын өмір сүргенін айтады. Осы уақытта құбыжық келеді. Бірақ ол қызға тиіспей бұл жерден тайып тұрды. Құбыжықтың артынан аңдып келе жатып, оның ізі адамдікіндей болып кеткенін көреді. Осы кезде Ксавер келді. Оған ізді көрсеткенінде жаңбыр оны шайып кеткен екен. Сондықтан құбыжықтың бар екенін және оның адам екенін дәлелдей алмады. Екеуі сөйлесіп келе жатып, жігіт Роуэн жайлы айтады. Оған хабарлама жазғанында біртүрлі жауап берген екен. Әңгіме барысында жігіт қыздың сенсорлық қасиеті бар екенін біліп қояды. Түсте ескерткіштің ашылу салтанатында Крэкстоуннан кек алу үшін қыз керемет шоу қояды. Ескерткіштің балқып жатқанын көріп ол әбден ләззат алды. Мектепке келгенде директор қызды әбден сөгеді, бірақ қыз әрине менің қолым таза дейді. Себебі оны жасаған басқа қол. Сол күні түнде бомж фотоаппаратты қосып көріп жатты. Бір кезде далада дыбыстар шыға бастайды. Ендігі орнынан тұрған бетте құбыжық келіп оны талқандап тастады. Бірақ фотоаппаратқа бейнелер түсіп қалған еді. Уэнсдей бөлмесінде өз ойларын жазуда, ал Энит болса кездесуге дайындалып жатыр. Пожелай удачи. Если он разобьет твое сердце, я прибью его. Түнде Мерлин ханымның Беладонна тобының жасырын жиналыс орнына кіргенін көреміз. Ал Аякс болса кездесуге дайындалып, суға түскелі жатыр. Ол айнаның бетін жауып қояды. Себебі оның қасиеті адамды уақытша мүсінге айналдыру. Суға түсіп шығамын дегенше айнаның беті байқамай ашылып қалады. Соның кесірінен жігіт өзін-өзі мүсінге айналдырып жіберді. Ал Энит болса оны күтіп тұр. Уэнсдей өз ойларын жазып, кімнен күдіктенерін түсінер емес. Себебі бұндағы әрбір адам құбыжық болуы әбден мүмкін. Серияның соңғы сәтінде Ксавердің жаралғанын көреміз. Және бұл адамнан емес екен анық. Полиция қызметкер болса, суретті қарап құбыжықтың шынында бар екенін түсінді. 4-ші бөлім басында Уэнсдей мәйітханаға келеді. Ол мұнда кешеге құбыжық өлтіріп кеткен адамның мәйітін зерттеуге келген. Қолға жалпы мәліметтерді көшіруге бұйрық беріп, өзі денені зерттеуге кіріседі. Бір кезде қол біреудің келіп қалғанын байқап, Уэнсдейге хабарлады. Мәйітханаға келген шериф пен дәрігер екен. Олар дененің жағдайы жайлы әңгімелеседі. Осы кезде мәйіттің сол аяғындағы 2 саусағы жоқ екенін байқаймыз. Шериф анализдерді күтетінін айтып, бұл жайлы журналистер білмесін дейді. Шерифті шығарып салып, өзі артынан шықпақ болғанда ашық тұрған мәйіттің қорабын көреді. Не помню, чтобы ее привозили. Мұндағы Уэнсдейді өлді деп ойлап есігін жауып кетеді. Ал ол кеткен соң қол тығылған жерінен шығып, қызды шығарып алды. Бөлмеге келгенде барлық аяқтарды тізіп қойып, Энитке анықтағандарын айтып береді. Кісі өлтіруші өлген адамдардың бір-бір мүшесінен кесіп алған екен. Убийца не хаотичен. Он собирает трофеи, как опытный маньяк. Я впечатлена. Принеси на шатырь. Опять. Сабақ үстінде Уэнсдей Ксавердің мойнындағы жарасын байқап, одан күдіктене бастайды. Қыз жігіттің құпия жерін тауып алып, мұндағы құбыжықтың суреттерін көрді. Кейін өзімен бірге бірнеше суретті алып шығып жатқанда, Ксаверге ұсталып қалды. Тығырықтан шығып кету үшін Уэнсдей жігітті балға шақырады. Пойдешь со мной на бал? Да, Уэнсдей. Я пойду с тобой на бал. Ал бөлмеде Энит болса, Уэнсдейдің балға баратынына қуанып, артынан көйлек таңдауға аттанады. Кәдімгі көйлектер ұнамай, Уэнсдейдің көзі бір қара көйлекке түседі. Сосын қыз шерифке барып, араздықты ұмытып, ортақ жауларына бірге қарсы тұруға шақырады. Шериф зорға дегенде көніп, одан айғақтар сұрайды. Кафеде отырған Энитке Мэрдің баласы Лукас келді. Оның балға баратын жобы жоқ екенін естіп, бір-біріне көмектесуге шақырады. Ал полиция бөлімшесінен шыққан Уэнсдейді Тайлер көреді. Қыз жігітке балға Ксавермен баратынын айтып, жігіттің көңіл күйін түсірді. Я думал, что нравлюсь тебе. А ты вдруг приглашаешь другого, и я уже ничего не понимаю. Кейін Юджин орманда жүрген құбыжық жайлы естігенін айтып берді. Және Уэнсдейдің көршісі балға жопсыз баратын болғандықтан, ол да өз кандидатын ұсынбақ. Тіпті ол келіспесе де бағын сынап көрмек екен. Уэнсдей болса Ксавермен бірге баратын айтады. Әңгіме арасында Юджин құбыжық белгіленген үңгірді білетінін айтып, қызды сонда апарады. Екеуі ішке кіріп көптеген сүйектерді көрді, және одан бөлек қабырғада кісен тұр екен. Ал кісен қасынан Уэнсдей тас арасында қалған құбыжықтың тырнағын көріп, оны өзімен бірге алып кетеді. Сосын ДНК сараптамасы үшін Ксавердің жасырын жеріне барып, айғақ іздей бастайды.
бастайды. Осы кезде жігіт келіп қалып, қыз барлық күдігін жайып айтып тастайды. Жігіт оның алдыңғы жолы мұнда кіріп үлгергенін ұғып, балға оған деген симпатия үшін бармағанын түсінеді және құбыжық оның түсіне кіріп жүргенін жеткізеді. Это существо постоянно мне снится. Пока я писал этого, он из картины полоснул меня когтями. Вот откуда раны. Сонан соң Уэнсдей Шерипке барып, айғақтарды көрсетті. Шериптің сұрақтарына жауап бермей, бірінші ДНК сараптамасын сұрайды. Бұл сәтте Эниттен кері жауап алған Юджин құлазып отыр еді. Уэнсдей егер екеуміз де балға бармасақ, үңгір жанында құбыжыққа тұзақ құрайық деп ұсыныс тастайды. Ал Ксавьер балға Бьянкамен бірге бармақ болады. Бұл уақытта қол қыздың атынан хат жазып, оны Тайлерге жіберді. Күн батып, бал басталып жатты. Мұғалім барлық оқушыларды қуана қарсы алып жатыр. Уэнсдей құбыжыққа тұзақ құруға жиналып жатқанда есік қағылады. Есікті ашса Тайлер екен. Енді көріспейміз деп ойладым. Сенің кешірім хатың менің жүрегімді жібітті дейді. Қыз есікті жауып, қолды сөгеді. Және көйлек алып кимек сәтінде қол қызын атқан көйлекті алып келгенін көрсетеді. Қыз киініп төменге түсті. Оны көрген Тайлер қыздың сұлулығына аң-таң болады. Уэнсдей, ты очень красивая. Осы сәтте Юджин де келді. Уэнсдей оған жоспарының өзгергенін айтып, үңгірге бармауын сұрайды. Бірақ жігіт оны тыңдағалы тұрған жоқ. Энит пен Мердің баласы балда әңгіме айтып тұрып, байқамай қыз жігіттің үстіне сусын төгіп алды. Оны сүртіп жатқанда аяқ соларды көріп қалады. Ксавьер көңілсіз отыр еді. Бьянка оның көңіл күйін көтеріп, бүгін мүлде Уэнсдей жайлы айтуға тыйым салады. Осы сәтте Уэнсдей Тайлермен бірге кіріп, барлығының аузын ашты. Мерлин оларды күтіп алып, ақырында қыз сусын алуға кетеді. Сусын алып жатқанда Уэнсдей Энитпен әңгімелесіп, бір-бірінің жоптары жайлы әңгіме соқты. Уэнсдейдің алдынан Ксавьер шығып, Тайлердің бұндай екеніне сенгісі келмейтінін және жігіт жайлы шындықты білмейсің деп тіл қатады. Ал Энит пен Лукас ендігі жақындаса бастады. Тайлер достарымен Ксавьерге шабуыл жасап, суреттерін жырып тастаған екен. Бірақ та бұл жағдай Уэнсдейдің көңілін түсіре қоймады. Конечно, когда өзі бассейнге пиранья тастайтын қыз болса, иә. Ладно. Бұл сәтте Лукастың достары көлікпен келе жатыр еді. Ал балда барлығы жаппай биге көшті. Көшбасын Уэнсдей мен Тайлер бастап, Уэнсдейдің биіне барлығы таңғалады. Энит Лукасты биге шақырғанда жігіт далаға шығып кетеді. Ксавьер Уэнсдейді қызғанып, ақырында Бьянкамен ұрысып тынады. Лукас далаға шығып, кештің жарқын бұзбақ болып келіскен достарын тоқтатпақ болады. Бірақ достары Крэгстон үшін кек алуға бел байлап еді. Бұл кезде Юджин күзетте тұрған үңгірге белгісіз бір көлік келіп үңгірді өртеп тастайды. Осы уақытта Юджин қаша жөнелді. Уэнсдей шетке шығып отырғанда Бьянканы көреді. Осы кезде екеуі падушам сөйлеседі. Бьянка, сенің жолың болды. Себебі адамдардың ойы сені қызықтырмайды дейді. Қыз болса жауап ретінде кейде керісінше болғанын қалайтын айтады. Ал Юджин орманда әлі қашып жүр. Мерлин келіп директорға соңғы бей уақытта келгенін хабарлайды. Адамдардың қақ ортасында бір-біріне қарап Тайлер мен Уэнсдей тұр. Осы уақытта Лукастың достары пайда болып, арам ойларын жүзеге асырады. Олар өрт сөндіру құбырлары арқылы мекеме ішіне қызыл бояуды шашты. Осы уақытта Уэнсдейге көру қасиеті келіп, Юджинге қауіп төніп тұрғанын көреді. Сондықтан ол кідірместен орман ішіне қарай бет алды. Лукас пен оның достары істерін бітіріп, қашып бара жатқанын Энит көреді. Ол барлығы Лукастың іс екенін біліп, оның сезімдері шынайы екеніне сенгенін айтып жылайды. Лукастың достары болса, жауап ретінде қыздың үстінен күлді. Осы кезде қызда Аякс келіп құтқарады. Қыз жылап негізі Лукаспен емес, сенімен балға барғым келген дейді. Жігіт болса жағдайды түсіндіріп, артынан екеуі күліп алады. Бұл уақытта Юджин әлі қашып жүр. Ал Уэнсдей болса орманға жетіп, жігітті тауыстап шақырып жатыр. Бір кезде Юджин құлап қалып, артынан оған құбыжық шабуыл жасайды. Уэнсдей оны тапқанда Юджин жансыз жатыр еді. Осы уақытта Уэнсдейдің артынан мұғалім де келіп жетті. Осымен 4-ші бөлімнің соңы. 5-ші бөлімде Уэнсдей әкесінің қылмыстық папкасын ұстап, сол күні не болғанын ойлап тұрады. Одан соң бізді 1990 жылғы мектеп балына ауыстырады. Қазіргі мектеп директоры жас кезінде балдан келе жатыр. Шериф келіп аяқтарды жинап, мәйітті алып кетеді. Ал болашақ директор көргенін айтып, екі жігіттің төбелесіне Уэнсдейдің анасын кінәлайды. Адамсты алып кетіп бара жатқанда, бізді қайтадан қазіргі уақытқа қайтарады. Адамстар әулеті мектептегі ата-аналар күніне келген екен. Келе сала мектепте өткізген шақтарын еске алады. Ал оларды сыртынан Уэнсдей бақылап тұр. Демалыс күндері басталмас бұрын, мектеп директоры сөз сөйлеп барлығын қарсы алады. Және Юджинмен болған оқиғаны айтып, жігітте барлығы жақсы екенін алға тартты. Идет на поправку? Точнее, в коме. Энит қыздан Юджинді көруге бардың ба? Ол сенің досың еді ғой деп сұрайды. Уэнсдей болса Юджиннің халіне өзін кінәлайды. Ал Энит оған кінәлі сен емес дейді. Әңгіме соңында қыздар өз отбасыларының жаман жақтарымен бөлісіп, бұл демалыс күндерінің тез аяқталғанын тілейді. Адамстар өз қызын құшақ жая күтіп алып, қандай қызықтар болғанын сұрайды. Ал Уэнсдей болса, қол арқылы барлығын біліп отыр емессіңдер ме деп жауап береді. У него еще все пальцы на месте. Расслабься. Я не сломала ему ни одного. Пока что.
кейін мектепке келгелі бері басына өткізген шытырман оқиғаларын айтып береді. Энитті де өзінің қасқыр әулеті қарсы алады, бірақ Энит пен анасының ара қатынасы анау айтқандай жақсы емес еді. Бұл кезде барлығын жоғарыдан Ксавьер мен Бьянка бақылап тұр. Жігіт бал күні болған оқиға үшін қыздан кешірім сұрады. Олар бір-бірінің ата-анасы келмейтінін айтып жатқанда, Бьянканың анасы пайда болды. Директордың бөлмесінде Уэнсдейдің анасы мен директор мектеп кездерін бір-біріне сөзбен тиісіп еске алады. Ал әңгіменің соңында директор Уэнсдейдің тәртібі нашар екенін айтады. Осы сәтте қыз құбыжықтан бастап Юджинге дейін болған оқиғаларды айтып салады. Ал Адамстар отағасы қызының тілі ащы болса да, оған өз ойын айтуды үйреткендерін айтады. Директор қыздың терапияда толық ашылмай жатқанын алдыға тартады. Сондықтан дәрігермен келісіп, демалыс күндері отбасылық қабылдауға жазып қойғанын айтады. Анасы түбегейлі қарсы болғанымен, әкесі қызы үшін барлығына дайын екенін айтып келіседі. Шериф адамдарына үңгірді зерттеп, барлық айғақтарды жинауды бұйырды. Осы сәтте ол Адамстар әулетін көріп, бостандықта жүрген қылмыскер деп жиіркене қарайды. Ал Тайлер болса олардың болмағанда Уэнсдейді жақсы көреді. Онымен бірге сеансқа келіпті деп айтады. Осы кезде Шерифке қоңырау шалынып, шұғыл жұмысқа кетеді. Адамстар әулетіне сеанс кезінде өте қызықсыз болды. Бірақ Уэнсдей барлық шындықты айтар кез келді деп сөз бастайды. Әкесіне Гаррет Гейс деген кім және неге оның өліміне сені айыптады деп сұрайды. Анасы күйеуінің ешкімді өлтірмегенін айтып, кінәсіз дейді. Қыз барлығын білгісі келетін ниетін айтады, бірақ анасы қарсы болады. Анасынан осы жауапты күткен Уэнсдей, жауапты өзім табамын деп шығып кетеді. Далаға шыққанда ұрыс әрмен қарай жалғасып, анасы мен қызы екі бөлек кетті. Бьянканың анасы қызын белгісіз бір сектаға алып кетпек ниетін көрсетеді. Қыз қарсы болғанда оған қоқаң-лоққы жасайды. Бұл уақытта Уэнсдей Юджиннен хабар алуға келді және барлығы жігітті сағынып жатқанын айтады. Қол болса оны осы кезге дейін күзетумен болған. Қыз кетпей тұрып, Юджиннің анасы келіп қызға рахмет айтады. Оның нағыз құрбысы пайда болғанын Юджин үнемі мақтана айтып жүретін еді дейді. Шериф мәйітханаға келіп жеткенде, кеше ғана зейнетке шығып жатқанда қуанып жүрген қарт дәрігердің өз-өзіне қастандық жасағанын естиді. Бейнежазба көздерінде мәлімет жоқ, себебі біреу камера бетіне қара сағыз жапсырып кеткен екен. Ал дәрігер болса өлім алдында бір қылмысты жасырғаны үшін өз-өзіне қол жұмсағанын жазыпты. Ол Гаррет Гейстің папкасын жасырған екен. Бұл жаңалық Шерифті қуантады, себебі бұл сәтті ол 20 жылдай күтті. Ескерткіш жанында тұрған Уэнсдей анасының молаға беттегенін байқайды. Қыз ізінен барып, анасының Гаррет Гейске барғанын көреді. Түскі ас уақыты да келді. Барлық отбасылар өз тағамдарын жеп жатты. Уэнсдейдің әкесі шындықты айту керек деп шешсе, анасы оны үнін шығармауға көндіреді. Түскі ас кезінде Эниттің анасы да қызының қасқырға әлі айналмағанын естіп, көңіл күйе түсіп қызын жер қылады. Осы кезде Шериф келіп, Гомес Адамсты тұтқындайды. Уэнсдей қолмен бірге әкесіне келді. Осында әкесі барлық шындықты айтып береді. Сөйтсе Гаррет Уэнсдейдің анасын құлай сүйген екен. Уақыт өте ол қызға тәуелді болып, ізінен түскен. Полицияға хабарлама берген күннің өзінде де барлығы бекер болған, себебі Гейстер қаладағы ауқат отбасыларының бірі еді. Гарреттің әкесі ала сатылғандарды жек көрген, ал солардың бірі ұлына кері жауап бергенде тіптен ызаланған көрінеді. Ал мектеп балы сәтінде барлығы шарықтау шегіне жетіпті. Сол түні жұп серуенге шыққан. Әбден көз көрмей қалған Гаррет мектепке басып кірген екен. Осылайша Гомес пен Гарреттің арасында шайқас басталып кетті. Гарретті қызғаныш сезімі басқарғандықтан оны тоқтату мүмкін емес еді. Бірақ Гомес жерде жатқан семсерді көріп, өзін-өзі қорғау мақсатында байқаусызда оны Гарретке соғып алыпты. Бұл жазатайым оқиға еді. Уэнсдей әкесі шындықты айтып жатқанына толығымен сене қоймаса да, шындықты айтқаны үшін әкесіне рахмет айтады. Уэнсдей Шерифке келіп, әкесі Гаррет Гейсті өлтірмегенін айтады. Ал Шериф болса барлық дәлелдер дайын. Енді оларды жергілікті билікке беру ғана қалды дейді. Уэнсдей болып жатқан оқиғалар жайлы өз теориясын айтады. Оның әкесі келген демалыс күндері мәйітхана дәрігері өзін кінәлі сезініп атып тастады ма? Бұл расымен сәйкестік пе деп сұрайды. Ал Шериф болса мәйітхана камерасын біреу қара сағызбен жауып кетті. Сондықтан ештеңе көрінбейді дейді. Осы уақытта Гейстердің отбасында барлығы бақи болғанын естиміз. Келесі кадрда Энит отбасымен бірге отырғанда анасы оған сыйлық береді. Қыз қуана сыйлықты ашқанда, ішінде қасқырға айналуға көмектесетін жазғы лагерге жолдам екен. Мұны көрген Энит ренжіп кетіп қалады. Ал Уэнсдей өзен жағасында отырған інісіне қармақ алып барады. Қармақ дегенде граната ғой, короче. Балақай қуанып, біреуін алып суға лақтырады. Ол жарылып, балықтар су бетіне қалғып шықты. Інісі әпкесіне қолдау көрсетіп, шынайы кісі өлтірушіні тек ол таба алатынын айтады. Сосын Уэнсдей анасына бет алады. Анасы қызының Белладоннаға жылдам кіргеніне таңғалады. Ал қызы болса бұл қызық емес деп, топқа кіруден бас тартқанын айтты. Сөйтсе қазір топ нашарлап кеткен екен. Бұрын бұл топ қиын қыстауда басқаларға көмек қолын созатын ұйым болған. Бұл топты Уэнсдейдің әкесінің Мексикадан келген ата-бабасы құрғанын білеміз. Ал Уэнсдей болса оны көргенін айтып, Гуди деп атын атайды.
сұрайды. Анасы қызының неге келгенін түсініп, сұрағын қоюды сұрады. Уэнсдей әкесінің Гаррет Кэссті өлтіргені шындық па деп сұрайды. Сол түні қыздың анасы жоғарыға көтерілгенде, әкесі өз өмірі үшін күресіп жатыпты. Бұл көрініске қарап тұра алмаған анасы семсерді алып Гарретті жарылаған. Ол сол сәтте Гарреттің суық көзқарасын мәңгілікке есінде сақтап қалғанын айтады. Ал Гомес суыққандылықпен қыздың қолындағы семсерді алып, кінәні өз мойнына алыпты. Уэнсдей Гарреттің аузынан пена ағып, адамдарша көзқарасы жоғалды ма деп сұрайды. Анасы болса толықтырып айтып берді. Қыз онда бұл жерде біреудің араласқаны анық деп болжайды. Олар моланы қазып, табыт ташып көргенде полиция қызметкері келіп, оларды ұстап алады. Түрмеге келе сала, ерлі зайыпты аймаласа кетеді. Ал Уэнсдей болса моладан алған сувенирін көрсетіп, Гарреттің белладоннадан уланып қайтыс болғанын айтады. Яғни оның анасы семсермен жарыламай тұрып қайтыс болған. Ол саусақты қайтып алып жатқанда Уэнсдейге көру қабілеті келеді. Ол 1990 жылға оралды. Гаррет Гоместі өлтіруді қаламаған екен. Ол әкесінің арқасында мектептегі барлық оқушыларды қырып тастамақ болыпты. Бірақ белладонна тұрған шөлмек жарылып, ол жігіттің өзіне әсер еткен екен. Қызы мен анасы бұл жерден шыққан соң мерді келіп қыспақ қалады. Себебі ол Гарреттің белладоннадан өлгенін біле тұра, істі жылы жауып қойған екен. Өйткені қазіргі мер сол шақта шериф болатын. Мер барлығын Уэнсдей көргенінде етіп айтып береді. Және қылмысты жабу себебі мектеп пен биліктің және кейстардың абыройын сақтап қалғаны жайлы айтады. Ал Гарреттің әкесі мектеп салынған жер оның ата-бабасының жері деп есептейді екен. Мер қиын жағдайда қалғанын ұғып, не керектігін сұрайды. Уэнсдей болса әкесін босатуды сұрайды. Ал анасы қызынан көру қабілеті жайлы сұрады. Уэнсдей бірнеше ай бұрын мектепке келмей тұрып басталғанын айтты. Анасы қандай жағдай болса да, оны қолдап қасында боламын дейді. Уэнсдей көзге көру қабілетін айтып береді. Анасы бұл қасиет адамның өзіне қарайтынын айтады. Анасының мінезіне қарай, ол тек жағымды заттар көреді екен. Сондықтан ол кептер, ал Уэнсдей болса қарға. Оның артықшылығы қыздың көру қабілеті анық әрі ашық түрде екен. Бірақ дайындықсыз есінен ауысып кетуі ғажап емес еді. Анасы бұл жағдайда көмектесе алмайтынын айтады. Себебі ол қасиетті тірілер үйрете алмайды. Ал ата-бабалары оған көмек қолын созатынын айтты. Уэнсдей Гудидің көмектесіп келгенін айтады. Ал анасы болса одан сақтануды ескертті. Себебі ол өте мықты мыстан. Шериф Гомес Адамсты босатып, одан кешірім сұрайды. Екеуі балалар жайлы әңгіме қозғады. Себебі екеуінің жақындасқаны анық белгілі еді. Мне жаль любого парня, попавшего под чары ее взгляда гадюки. Осылайша Гомес пен шериф қол алысып тарайды. Инеттің анасы әлі де қызын лагерге жібере алмай жүр. Бірақ та қыз одан түбегейлі бас тартып, оны осылай қабылдауын өтінеді. Қыз анасы қалағанда емес, өзі қалағанда қасқырға айналатынын айтады. Ал әкесі болса оны мақтан ететінін айтып, маңдайынан сүйеді. Бұл уақытта Бьянка да анасымен сөйлесіп тұрған еді. Ол анасына жыл соңына дейін күте тұруын өтініп, сонда ғана көмектесетінін айтады. Осылайша демалыс күндері аяқталып, ата-аналар үйіне қайтты. Уэнсдей әкесіне сен кісі өлтіруші болуға әлсізсің дейді. Тіл ащы болса да әкесі қызын жақсы көреді. Анасы болса мектеп альбомын қарап отырып, өзінің осы мектеп кездерін еске алыпты. Бірақ ол менің жолым еді, ал сенің жолың енді басталды дейді. Көмек керек болса сиқырлы шаммен қоңырау шал деп, қыз мен анасы жылы лебізбен қоштасады. Ал альбомды Уэнсдей көріп жатып, бір оғаш дүниені байқайды. Уэнсдей директордың бөлмесіне келіп, Роуэннің өлімі рас екенін айтады. Директор Уэнсдейдің анасымен таланттар шоуына қатысқанда, актрисаға пародия жасамай, сол актрисаға айналған екен. Уэнсдей шерифке айтпақ ниетін білдіргенде, директор мұны Роуэннің әкесі де білетінін айтады. Тіпті әкесінің өзі билікті араластырғысы келмепті. Себебі Роуэн соңғы кездері қабілетін басқара алмай, есінен алжып бара жатқан екен. Осы әңгіме сәтінде далада шу басталып, олар шығып қараса аспаннан от жауады деген жазу жанып тұр екен. Осымен 5-ші серияның соңы. 6-шы бөлімде Уэнсдей Гудиді шақырмақ болды. Ол өзінің қабілетін шыңдап, барлығын үйретуге ниетті. Бірақ онысынан ештеңе де шықпайды. Инет келіп екеуі сөйлесіп тұрғанда, біреу хат тастап кетеді. Бұл жерде қызға түн ортасында бір жерге келуін сұраған екен. Бұл Гуди болар деген оймен екі қыз сонда танады. Сөйтсек бұл оқушылардың жасаған тосынсы екен. Яғни бүгін Уэнсдейдің туған күні. Комментарийда құттықтап қойыңыздар. Ят болмасын. Бұның барлығын ұйымдастырып жүрген қол көрінеді. Что во фразе «вечеринка будет только через твой труп» ты не понял? Бұл кезде қыз таста жазылған сөзді байқап қалды. С неба хлынет огонь, когда я вернусь. Оны ұстаған бетте көру қабілеті іске қосылды. Ол жерде Гудидан қабілетін шыңдауға көмек сұрайды. Невозможно управлять бурной рекой. Учись плыть по ней и не тонуть. Сосын Кірікстонды табу үшін мына үйді іздеп тап дейді. Ертесіне оның суретін салып, артынша тосын сүю үшін Инетке ренжіп отырғанын байқаймыз. Себебі туылған күнін тойлауды қыз ұнатпайтын еді. Қол болса ата-анасының сыйлығына келді. Инетте қызға арнап өз қолымен қара шарп тігіп берген екен. Одан бөлек өзіне де түрлі түстін тігіп алған. Келесі кадрда директор мен мэр сөйлесіп келеді. Олар өртті қойған кім екенін білетін емес. Өрт болған жерде Уэнсдей тұр. Оның қасына Ксавьер келіп сөйлескісі келгенмен, қыз ол жігіттен алшақ болғысы келеді. Себебі жігітті құбыжық деген күдігі бар екен. Жігіттегі
егер көмек сұрап келетін болсаң, мен саған әрдайым ашықпын деп кетіп қалады. Бұл кезде Бьянка Лукастың қолындағы браслетті байқады. Бұл браслетті қыздың анасы беріп, жігітті өз секталарына тартқан екен. Бьянка оған бұл топтан шығып браслеттен құтыл, әйтпесе сені алдап, қалтаңнан барлық ақшаны сорады дейді. Кетіп бара жатқанында Лукас оны кездесуге шақырады, ал қыз болса еш жауап берместен кете береді. Уэнсдей Юджиннің қасына келді. Ол өзін кінәлі сезініп отыр. Осы кезде доктор жігіттің жағдайын білуге келді. Ол кісі қызға жүрегің жібіпті дейді. Я все так же холодна и бессердечна, как и при нашей первой встрече. Холодный и бессердечный человек не станет сидеть у постели друга и винить себя в его положении. Мер жұмыста отырған кезінде Гейста туралы мәлімет алады. Артынша Уэнсдейдің мейрамханаға келгенін көреміз. Тайлер оны туған күнімен құттықтап, артынан кешкі асқа шақырады. Осы кезде шериф те келді. Қыз оған өз білгендерін айтып, көмек бермейтінін біліп кетіп қалады. Қыз бұл жерден шыққан соң Ксаверге келеді. Жігіт оған салған суретін көрсетіп, бұл үйдің қайда орналасқанын айтады. Қол болса бір суреттің бетін ашып көргенде, онда қыздың суреті бейнеленген екен. Жігіт өз сезімдерін білдіріп, сені ұмыту қолымнан келмеді дейді. Бірақ та қыз еш жауап бермей кетіп қалады. Бұл уақытта Бьянка кездесуге келді. Жігіт пен Падушам сөйлесіп, екеуінің арасында ұшқын пайда бола бастады. Кешкісін қыз үйге келеді. Есіктен де ашқалы жатқанда ол үйден Мер шығады. Ол кісі телефон арқылы шерифке хабарласып, барлығын кім істеп жүргенін анықтағанын айтады. Қыз бұны естіген соң машинаға тығылып қалды. Мер кездесу орнына келіп машинадан түскенінде оны бір машина қағып кетеді. Не болғанын түсінбей, шериф пен қыз аң-таң. Ол қыздан Мердің машинасында не істеп жүргенін сұрайды. Қыз болса Гейстер үйіне барғанда оны көріп қалдым дейді. Бұл әңгімелерден соң қыз директордан сөз естіді. Ол кісі толық локдаун жасап, енді мен айтқанша мектептен шықпайсың деп талап қойды. Кешкісін Уэнсдей Тайлерге хабарласып, кешкі асқа келсемін. Сондықтан сағат 8-де Невермордың алдында кел деп айтады. Сағат 8-ге жақындағанда тосын сүй үшін рахмет айтпағаным дұрыс болмады. Әтте мектеп жақ болмағанда бірге тойлайтын едік деп Эниттен кешірім сұрайды. Давай я совру, что вот-вот обернусь и попрошу провести к клеткам, а ты вызовешься меня запереть. Неужели ты заразилась моим коварством? Шығар кездерінде Энит қызға шарпты тағы болуын сұрайды. Амал болмаған қыздың келісуіне тура келді. Көшеде Тайлер қызды күтіп тұр. Боже. Газуй. Привет, я тоже рад тебя видеть. Артына Энит отырып, не болып жатқанын сұрайды. Уэнсдей болса пландар өзгергенін айтты. А почему это вы в этих странных парных шарфах? Не спрашивай, просто веди. Бұл уақытта қыздың бөлмесіне Ксавер келеді. Ол қыздың жоқ екенін көріп, қолдан қайда екенін біліп алды. Бұл үшеуі Гейстер үйіне келеді. Бұл жер өте қорқынышты екен. Я на это не подписывался. Скажи. Я не хотела праздновать свой день рождения за ужином или на вечеринке. Я хочу сюда. Гаражға кіргендерінде Мерді қағып кеткен машинаны көрді. Артынша үйдің ішіне кіреді. Это Гаррет. Его ненавидящий изгоев отец Энсель. А ты, видимо, Лорел. Они уже давно мертвы. Вопрос в том, зачем Гуди меня сюда привела? Кітаптар тұрған сөреден есік ашылып, артында Крекстоунның суреті тұр екен. Бұл жерде қара магияның іздері де бар. Шамның жақын арада өшкенін біліп, қыздар екінші қабатты, ал жігіт болса астыңғы қабатты тексерді. Қыздар бөлініп, бөлмелерді аралайды. Бір кезде Эниттің дауысы шықты. Бұл бөлмеде адам тұрып келгені анық. Одан бөлек дәрігер Юджинге келген гүл бұл бөлмеде де тұр екен. Энит болса Лорел Гейстің аты жазылған қобдишаны көреді. Осы уақытта Тайлердің дауысы шықты. Сөйтсе бұл жерге қобжық келген екен. Екеуі ас үй лифтіне кіріп тығылып отырғанда байқамай лифт құлап кетеді. Бұл подвалдың ішінде өлген адамдардың дене бөліктері сақталған көрінеді. Қобжық енді жақындап қалғанда қыздар терезе арқылы сытылып шығады. Одан соң Тайлерге көмек беру үшін қайта барады. Тайлер болса кеуде тұсынан жараланған екен. Ең қызығы осы сәтте Ксавер де келді. Одан соң қыздың оған деген күдігі одан сайын артады. Олар Тайлердің үйіне барып, жарасын таңып жатқанда үйге әкесі келді. Уэнсдей оған барлық жағдайды түсіндіріп, Гейстер үйіне апарады. Бірақ бұл жер толығымен тазаланған екен. Тіпті ешқандай да айғақтар да жоқ. Шериф қызды қатты сөгіп, ендігі бұл іске араласушы болма дейді. Мектепке келгенінде қызды директор күтіп тұр. Мне предсказали, что я уничтожу школу. Но думаю, я ее спасу. Все, что вы поклялись защищать, не меньше. Я заслужила еще один шанс. Осыдан соң қызға бір мүмкіндік береді. Бөлмесіне барған уақытында Энит киімдерін жинап жатыр екен. Ол қызға ренжіп, басқа бөлмеге ауыспақшы. Ты используешь всех ради своей выгоды, даже если придется рискнуть их жизнями. Мы могли умереть из-за твоего дурацкого увлечения. Осылай Уэнсдей жалғыз қалды. Үйден алған қобдишаны ашып қарағанда бір суреттерді тауып алады. Осы уақытқа дейін оны аңдып келген екен. Қыз әбден ойға шомылып отырғанда, Мердің палатасына біреу келіп оны өлтіріп кетеді. Тот, кто следит за мной, запомни, я тебя найду.
7-ші бөлім мерді жерлеумен басталады. Уэнсдей өзінің шындықты ашуға жақын қалғанын біліп, қылмыскер осында тұрған адамдардың бір екенін сезеді. Ол жұрт арасынан өзіне бағытталған көздерді байқады және ол адамның артынан түсті. Біраз уақыт ізінен жүрген соң, ол қыз көзінен таса болып, тура артынан шыға келді. Уэнсдей өзінің жылдамдығын қолданып, қолшатыр астына жасырынған қаруын алып соққы жасамақ болды, бірақ бұнысынан ештеңе шықпады. Себебі бұл Фостер атты ағасы болып шығады. Оған мұнда болып жатқан барлық жағдайды көмес айтып берген екен. Уэнсдей ағасын Юджиннің араларға қарайтын үйшігіне алып барады. Ағасы мұндағы араларды жемек болады, бірақ Уэнсдей олардың дәмін көруге мұрша бермейді. Уэнсдей ағасына осы маңда жүрген қобыжықтың фотосуретін көрсетті. Сөйтсе Фостер бұл қобыжық жайлы біраз мәлімет біледі екен, тіпті кездестіргенде. Бұл қобыжықты Хайд деп атайды екен, бірақ бұл қобыжық жайлы Неверморда бірде-бір мәлімет жоқ. Сонда Фостер Натали Фортнердің күнделігі жайлы айтады. Ол күнделік Белладонна кітапханасында екен. Мұнда Фостерді Гомес алып келген. Ол Фостерге кішкене сейф пен ішіндегі күнделікті көрсеткен екен. Ағасы мен қарындасы күн бата кітапханаға ұрлана кіруді жоспарлайды. Бөлмесіне келіп Уэнсдей романын жазуды жалғастырады және Гудидің жауапты сен өзің жалғыз табасың дегенін есіне алады. Бір кезде бөлмеге Энит келеді. Ол бір затын жоғалтып алып, соны іздеуге келген екен. Осы сәтте қыздардың арасында ауызша шайқас пайда болып, олар бір ұрысып алады. Энит өзіне жаңа жақын құрбы тауып алып, сонда көшіп жатқанын айтады. Сосын Уэнсдей құпия топтың жиналыс мекеніне барып, Форестті шақырады. Ал мұнда Ксавьер жүр екен. Ксавьер Уэнсдейге өз ренжісін білдіреді. Себебі басынан бастап оған сеніп, қолдау көрсетіп келсе де, оған үнемі күдікпен қарайтыннан шаршағанын айтады. Жауап ретінде Уэнсдей оған қатты күдіктерін айтып, отқа май құяды. Сосын Ксавьер кетіп қалады және Фостерде пайда болады. Ал Кол мен Фостердің арасында ескі есептері бар екен. Фостер күнделік тұрған жерге барып, сейфті көрсетеді. Сәлден соң сейфті қол ашып, Уэнсдей күнделікке жетеді. Ал бөлмесінде іздеп отырып, Хайд жайлы мәлімет тауып алды. Хайд біртүрлі тіршілік иесі екен. Оны оятатын психикалық травма немесе адам қолынан жасалған химикаттар мен гипноздар. Ал Хайд болса оятқан адамына бағынышты болады. Осылайша ол өз қожасының қара ниетті істеріне керемет қаруға айналады. Кейін бөлмеге мұғалім кіріп келеді және Энит екеуінің арақатынасы жайлы айтып, қызға немқұрайлық қарамауын өтінеді. Уэнсдей жалғыз өмір сүруге қауқарлымын деп жауап береді. Кейін Фостер Эниттің ойыншықтары арасында тығылып қалғанын байқаймыз. Ксавьер болса біреумен кездесу белгілеп келе жатты. Оны жеке үйшік алдында Уэнсдей күтіп алды. Ол күдіктер мен байқұс жігіттің тағы да ығырын шығарады. Ал сосын оның велигіне GPS тағып қойып, Форестпен бірге оның ізіне түседі. Ксавьерді аңдып келіп, оның психологпен құпия сеансына куә болады. Бұл жайлы мектеп директорына айтпақ болғанда, психолог мұнда келіп қойған екен. Осылай Уэнсдей директорға айта алмай, дүйсенбі күнге психологқа жазылып кетті. Уэнсдей Ксавьерді Хайд деп ойлайды және оны оятқан психолог деп санайды. Мейрамханада Тайлер Уэнсдейге кофе әкеліп береді. Ал қыз болса Тайлерді өз ағасымен таныстырды. Тайлер Уэнсдейдің Хайд жайлы оқып отқанын көріп, гейстардың үйіне барғанда мұны көргенін айтады. Шериф Тайлер мен Уэнсдейдің арақатынасына тыйым салғандықтан, Уэнсдей жігітке жақындамауын айтады. Ал Тайлер қарсы болады. Осы сәтте Шериф келіп, Уэнсдейді айыптай бастайды. Тайлер болса оны жақтап шығады. Шериф қаладағы банк тонаған біртүрлі адамды көрсетеді. Тайлер оның Уэнсдейдің ағасы екенін біле тұра ештеңе демейді. Ал сосын Уэнсдей ағасын ұстап бермегеніне рахмет айтады. Тайлер болса қызды кездесуге шақырады. Кешке Уэнсдей үйіне келгенде Эниттің лагын тауып алады. Қолына сағындың ба деп сұрағанда, Уэнсдей оған жоқ деп жауап береді. Осылайша Уэнсдей қолға күнделікті қалдырып, өзі Тайлермен кездесуге етеді. Тайлер қызға романтикалық кеш ұйымдастырған екен. Осылай екеуі бірге отырып кино қарайды. Мұндай тосын сыйды қыздың бірінші рет көріп тұрған анық. Бұл уақытта Шериф жақын жерден ұрланған мотоциклді көреді. Кино біткен соң қыз бен жігіттің көздері түйісіп, жігіт қызға тек дос болып жүре бергім келмейді. Бұл маған жеткіліксіз дейді. Осы уақытта Шериф келіп, не білдіріп жүрсіңдер деп сұрайды. Сәлден соң ыңғайсызданып, сендерді көрмедім деп кетіп қалады. Уэнсдей мектепке қайтып келгенінде бөлменің астан кестеңе шығып жатқанын көреді. Ал Қол болса қатты жараланған екен. Қыз оны көтеріп алып Фостерге әкеледі. Фостер қолындағы тоқ арқылы оны тірілту үшін барлығын жасайды, бірақ ештеңе де шығар емес. Бұл кезде қыздың да көзінен жас шыға бастады. Қайта тоқ бергенде қолға жан бітеді. Ол бұны кім жасағанын байқамаған екен. Қыз Фостерге ертерек кет, әйтпесе Шерифке ұсталып қалуың мүмкін дейді. Мектепке қайта келгенде директорге барып күнделікті ұрлап кеткенін айтады. Ол кісі күнделік жайлы да, Хайд жайлы да біледі екен. Таңертең Уэнсдейдің алдынан Бианка шығып, мердің өлімі жайлы бірдеңе білетінін айтады. Баласы әкесінің біреудің артынан аңдысы келгенін, мүмкін ол Лорал Гейтс болар дейді. Сөйтсе кезінде денесін таппаса да, Лоралды суға батып кетті деп ойлаған екен. Осы кезде Лоралдың шынында осында келіп, барлығынан кек алмақ ойы бар екенін білеміз. Бұл жерден соң қыз психологтың үйіне барады. Ол қобдишаны беріп, сіз Лорал Гейтсіз және бұл жерге барлығынан кек алу үшін келдіңіз дейді. Психолог сенің не айтып тұрғаныңды түсініп тұрған жоқпын десе де, қыз қоятын емес. Ксавьерге тығылып сеанс өткізіп жүргеніңізді білемін және сіз оның ішіндегі Хайдты ояттыңыз дейді.
психолог сенің есің ауысқан секілді деп директорға хабарласады. Қыз болса бұл әлі бастамасы деп кетіп қалады. Директормен сөйлесіп тұрғанда бұл жерге Хайд келіп оның талқан-талқанын шығарды. Шериф келіп ол кісінің қайтыс болғанын айтады. Қыз болса бұны тоқтататын уақыт келді деп кетіп қалды. Кешкісін Ксаверге келіп барлығын жасап жүрген сен деп айыптайды. Бірақ жігіт өз кінәсін мойындайтын емес. Сонда қыз айғақ ретінде сенде неге Ровеннің ингаляторы, Юджиннің көзілдірігі және менің көптеген суреттерім тұр, сен мені аңдып жүрсің бе деп сұрайды. Ең соңында дәлел ретінде психологтың алқасын көрсетеді. Жігіт мен емеспін деп жатқанда Шериф келіп оны тұтқындайды. Бөлмесіне келгенде Энит қайта оралған екен. Екеуміз не болса да жақсы құрбымыз, әрине кемшіліктеріміз бар, бірақ саған бауыр басып қалдым дейді. Энит қыздан Тайлермен кездесу жайлы сұрайды. Онсдай болса бізге кедергі жасады дейді. Осыдан соң қыз Тайлерге келеді. Ол жігітке ендігі өз жүрегін ашқысы келетінін айтады. Қыз Тайлерге жақындап, енді сүйе берген сәтінде мынандай жағдай орын алады. Просто шок па? Осыған дейін басқа Тайлерден күтпеген едім мен. Бұл шынымен мен үшін жаңалық болды. 8-ші бөлім басында Уэнсдей Тайлерді орманға кездесуге шақырады. Қыз мектепке келгелі махаббатпен ауырмағанын айтады. Бірақ Тайлермен болған қатынастан кейін ол барлығын түсініпті. Нағыз Хайд Ксаверге жала жабу үшін Уэнсдей өзін қолданғанын түсінген еді. Осылай Ксавердің ескертулері құр босқа кетті. Уэнсдей барлық дәлелдерді қайта Тайлерге бағыттайды. Себебі ол басынан қыздың жанында болып, одан бір қадам алдыда жүрді. Тайлер бәрін жоққа шығарып, егер мен Хайд болсам, неге менімен орманда жалғыз кездесуге келдің деп қыздан сұрайды. Ал Уэнсдей жалғыз емеспін деп жауап берді. Сонда қараңғыдан Бьянка және оның достары шыға келді. Тайлер кетуге ұмтылғанда Бьянка өзінің сиқырымен ұйықтатып тастайды және барлығы жігітті Ксавердің үйшігіне алып барды. Сонда есін жиған Тайлер қайта екенін түсінбейді. Уэнсдей болса сенің даусыңды ешкім естімейтін жердеміз дейді. Тайлер ақталуға кірісіп кетті. Ал қыз болса архивті ақтарып, Тайлердің анасы аласатылған болғанын анықтап көрсетеді. Онымен қоса Уэнсдей Тайлердің анасы Хайд болғанын айтып, әкесі өмір бойы әйелінен қорқып өмір сүргенін жеткізеді. Одан бөлек Тайлерге де өтіп кетуі мүмкін екенін біліп, тіптен қатты қорыққан екен. Уэнсдей достар алдында Тайлерді қинайтын құралдарын шығарып, оларды ғана емес Тайлерді де шошты. Онымен қоса Хайд тек ауырсынуды түсінеді деп Тайлерді шокермен бір қинап алды. Бьянка және басқалары Уэнсдейдің ойлағанын құптамай бірте-бірте шығып кетеді. Енді Уэнсдейді ешкім тоқтата алмағандықтан Тайлер тек мені жалғыз қалдырмаңдар деп жалынумен болды. Ал Шериф болса психолог өлмес алдын Тайлерге жасаған психикалық анализін тыңдап отырды. Онда Тайлерге анасының өлімі ауыртыйды деген сөздерді естиміз. Осы сәтте Шерифке мектеп директоры хабарласып, олардың ортақ Уэнсдей атты мәселесі пайда болғанын айтады. Ал директордың қасында оқушылардың тұрғанын байқаймыз. Уэнсдей Тайлерге сұрақ-жауапты жоғары деңгейде өткізіп жатты. Өз сұрақтарына жауап ала алмаған қыз қолына балға ала берген сәтте Шериф келіп оған қару кезеніп, тез қолын көтеруді бұйырды. Полиция бөлімшесінде болса, Шериф Уэнсдейге шағым жазбайтын болды. Қыз болса әрине жазбайды. Себебі оның ұлы Хайд мен сізге үңгірден тырнақ алып келгеннен бастап бәрін білдіңіз емес пе деп бетінен алады. Уэнсдей Шерифке Тайлер саған да қарсы шығады деп кетіп қалады. Кетіп бара жатқанда қызды Тайлер тоқтатып сөйлеспек болды. Бірақ әкесі оны тоқтатып алды. Тайлер әкесімен сөйлесіп қайта Уэнсдейге жақындайды. Ол қызға жеңілу қандай сезім екен дейді. Тайлер бастапқыда жалаңаш, ештеңе ұқпай оянып жүрген. Сосын барлығын сезіп білетін болыпты. Ал құрбандарының көзіндегі қорқыныш оған ләззат сыйлаған екен. Мектепте директор Уэнсдейді оқудан шығарып жібереді. Уэнсдей кішкене уақыт сұрағанына қарамастан, директор оның өтінішін қабылдамай, ертең күндізгі билетпен үйіне қайтатынын айтады. Уэнсдей полиция бөлімшесіне келіп, қолдың арқасында камераларды жауып, күзетшілердің назарын аударады. Бірақ Уэнсдей көмек сұрап келгенде, Ксавер ренжуледі. Ол қызға кет, сен менің өмірімді құрттың, саған ғашық болып барлығына дайын едім, бірақ сен мені үнемі кінәлаумен болдың дейді. Киркстоунмен өзі бейнеленген қағазды көрсеткенде, Ксавер егер сен мұнда болмасаң, бұлай болмайды деп алысқа кетуін бұйырады. Уэнсдей Неверморға келіп, киім-кешектерін жинауға кірісті. Энит болса таңертеңгі оның жансыз көздерін сағынатынын айтады. Ал Уэнсдей болса түрлі түстерді көргенде сені еске алатын боламын дейді. Уэнсдей Тайлер бостандықта кезінде кетіп жатқанына жынданатынын айтады. Ал Энит болса Неверморда жүздеген жануарлар бар екенін айтып, егер қауіп төнсе бұл жерде сақтап қаламыз дейді. Бұған қоса жақсы жаңалық, Юджиннің анасы қоңырау шалып, ұлының есін жинағанын айтыпты. Уэнсдей өз бөлмесіне қимастықпен қарайды. Ал қол болса Энитпен қоштасты. Шыға берісте оларды құпия топ мүшелері Бьянка және қалғандары күтіп тұр екен. Бьянка Уэнсдейді мектептен қуғанын қаламағанын айтып, өкінішін білдіреді. Олардың ізінен тағы да мұғалім келіп Уэнсдейге гүл сыйға тартады. Директор ханым келіп, бұл жолы Уэнсдейді вокзалға дейін өзім шығарып саламын дейді. Уэнсдей соңғы өтініш барын айтады. Осылайша ол есін жиған Юджиннің халін білуге келді. Ол жігітке өзінің кінәлі екенін айтып, мектеп балына емес, онымен бірге баруы керек болғанын жеткізді. Ал Юджин болса бұл істе тек қобыжық кінәлі дейді. Сол түні біреу келіп үңгірді жағып жіберген екен. Юджин қараңғыда қара киген біреуді көріпті. Ал сосын жарық болған сәтте оның аяқ киімі қара емес қызыл түсі екенін байқаған.
Бәрін түсінген Уэнсдей мұғалімге, яғни Лорел Гейтске барады. Ол өз күдіктерін әйелге жаудырып тастайды. Ал мұғалім болса Уэнсдейге қайта психбольницаға барғанын жөн дейді. Психолог Тайлерді гипнозбен оятып алуы мүмкін болса, ал мұғалім оны химиялық заттар арқылы жасапты. Мұғалім мұның бәрін қайдан білдің дегенде, Уэнсдей Тайлер айтып берді деп жауап қайтарады. Ол Тайлерге көзіңді ашамыз деген жалған сөздермен анасының Хайт болғанын көрсетеді. Ал бұл оны өзінің мақсатында пайдалану үшін жасаған екен. Бастапқыда Тайлерден қорқып оны үңгірде ұстайды. Ал сосын оның өзі өз ниетімен құлдыққа түсуге ниетін білдіреді. Мұғалім келіп тұрған Тайлерден қызды жоюға бұйрық береді. Сосын оның қасына беттеп келгенде, бұл Тайлер емес, бейнесін ауыстырған директор екенін байқайды. Директор енді аузын аша бергенде, Лорел оны өлтіріп тастайды. Сосын артынан күрекпен қызды құлатады. Бұның барлығын көріп тұрған қол тез арада Инитке барып барлығын жеткізеді. Бұны естіген Юджин де жолға шықты. Көзін ашқан қыз Лорелдің қара магия жасағалы жатқанын байқайды. Ол Крикстоунды тірілткелі жатыр екен, ал оны тірілту үшін Уэнсдейді құрбандыққа шалмақшы. Юджиннің анасы полицияға хабарласқанымен, біреу барлық машиналардың дөңгелегін жарып тастаған көрінеді. Сондықтан не болып жатқанын білу үшін Тайлердің әкесі жолға шығады. Лорел ендігі қыздың қанын алып, қара магия қолданып Крикстоунды тірілтеді. Бұл кезде қыз қолын босатып, оған шабуыл жасамақ болғанда, қара магиямен оны тоқтатып, артынша пышақ тығып алады. Аякс пен Инит Белладонның мүшелерін жинайды. Инит бұл жайлы маған неге айтпағасын деп шок болады. Олар жаман нәрсе болғалы тұрғанын айтып, барлық адамды шығару керектігін айтады. Бұл кезде Уэнсдейдің көзіне Уди көрінді. Ол Крикстоунның жүрегіне қара семсерді сұқсаң ғана өлтіре аласың дейді. Ал сен алқаңды іске қосар болсаң, мен сенің көзіңе енді көріне алмаймын, бірақ сені толығымен емдеп жазаламын дейді. Осылайша қыз айығып барлығын құтқаруға сығады. Бұл уақытта Бьянка өзінің қабілетімен барлығын мектептен шығарып жатты. Ал Инит пен қол Уэнсдейге бара жатқанда, қыз қасқарға айнала бастайды. Уэнсдей орманда келе жатқанда оның алдынан Тайлер шығып, қобжық қалпымен қызды өлтірмек болды. Осы кезде Инит келіп көмектесті. Шашын қараңдаршы, вообще угар, иә. Екеуі арпаласып жатқанда Уэнсдей Крикстоунға бет алды. Крикстоун мектеп ортасына келіп, өз магиясын қолдана бастайды. Бұл уақытта шериф орманға кетті, ал машина ішіндегі Ксаверді қол келіп босатып алады. Орман ішіндегі шериф қобжықтардың даусын естіп, сонда жүгірді. Екеуінің арпаласын көрген шериф оқ атып, Тайлер бұл сен бе деп сұрайды. Осыны пайдаланған Инит Хайтты бір соққымен құлатты. Енді адамға айналған бетінде шериф ұлын қолына алады. Бұл уақытта Инит те қайта адам кейпіне айнала бастады. Уэнсдей мектептегі қара қылышты алып, Крикстоунмен шайқасқалы жатқанда, Ксавер келіп зұлымға садақ атады. Бірақ оны Крикстоун жай ғана тоқтатып алып, қайта өзіне ұшырады. Осы кезде жігітті құтқару үшін Уэнсдей өз денесін тосады. Уэнсдей басқаларға көмектес деп Крикстоунмен жеке қалды. Біраз шайқасқан соң қылышы шашылып қалғанын байқаймыз. Ендігі қызға магия қолданып, өлтірмек болғанда оны Бьянка жаралайды. Осыны пайдаланған Уэнсдей қара қылыштың сынығымен оның жүрегіне қадап өлтіріп тастады. Бәрі бітмей деп тұрғандарында Лорел келіп қару кезенді. Бірақ дер кезінде жеткен Юджин араларды басқарып оны қарусыздандырады. Ең қызығы, мен бұл жігітті жай ғана қарапайым десем, бірақ мықты қабілеті бар екен, былай қарап тұрсаңыздар. Барлығы сыртта тұрған кездерінде Инит келіп Уэнсдейді іздейді. Оның келе жатқанын көріп, жүгіріп құшақтап алды. Бұл жолы Уэнсдейді қарсылық танытпайды, себебі Инит қыз үшін өлімге де дайын екенін көрсетті. Ертесіне Уэнсдей осымен соңы деген жазу жазып, артына сұрақ белгісін қойды. Осылай шығып бара жатып, Бьянкаға рахметін айтты. Ал Ксавер қыздан кешірім сұрап, сол күні айтқандарым дұрыс болмады дейді. Мені құтқарып қалғаныңа рахмет деп оған телефон сыйлайды, және онда нөмірімді жазып қойдым дейді. Артынша онымен қоштасып жолға шығады. Оның телефонына мен сені аңдып жүрмін деген хабарлама келеді. Ал Тайлерді тұтқынға апара жатқанда, ол қайта Хайтқа айнала бастады. Осымен бірінші сезон соңына жетті. Достар, осындай жаңалықтармен аяқталған соң, екінші сезонды міндетті түрде түсіру керек. Сондықтан енді барынша күтеміз. Ал сіздерге қолдау білдіргендеріңіз үшін үлкен алғыс айтамын, және алдағы уақытта Гарри Поттер, Один дома секілді киноларға шолу шығаратын боламын. Сондықтан арнаға жазылып, осы шолуға лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.